Балаларда құрт бар екенін қайдан білеміз? Екінің бірінде құрт деп естиміз. Құрттың белгілері балада болуы. Денесінің қышуы, құрғақ жөтел, іштің ауруы, іштің қампиуы, метеоризм, балада апатия, көңіл күйдің болмауы, салмақ жинай алмау, әлсіздік, аппетиттің болмауы. Балада өмір бақи емделмейтін анемия. Себебі құрттар ағзадағы эритроцит гемоглобинмен қоректенеді. Плюс тәттімен қоректенеді. Бала тәтті құмар болады, паразиті бар бала. Ал енді балада кездесетін ең негізгі құрттар ол бірінші астрица. Астрицаның белгісі қандай? Астрицаның өзіне тән белгісі бар. Баланың анусының көтенінің қышуы. Кәдімгі анус қышиды, бала салмақ жинай алмайды, бала мазасыз болады. Келесі жиі кездесетін құрт ол бізде аскарида. Аскаридаға тән белгі балада кетпейтін жөтел болады. Балада ұзақ уақыт, еш қызусыз, еш температурасыз, еш тамағының ісінуінсіз кетпейтін бір жөтел болса, аскаридаға тексеріп қарау керек. Плюс баланың ішінің ауырсыну болады. Келесі ең жиі кездесетін құрттың түрі ол бізде лямблез, лямбля құрты болады. Лямбляның негізгі клиникасы кіндік тұсының ауырсынуы, балада іштің үрленуі, метеоризм жиі болады, іш қату болады балаларда. Келесі жиі кездесетін құрт ол токсоаркоз болып табылады. Токсоаркоздың ең негізгі клиникасы балаларда лихорадка болады, балада көрудің төмендеуі болады. Осы мен айтқан клиникаға байланысты балаларыңызға қай құрт бар екенін қосымша бір диагностикалауға болады. Ал енді үй жағдайында құрты бар балаларға қалай көмектесеміз? Ең бірінші рационнан бастаймыз. Рационнан тәтті өнімдерді, ұнды өнімдерді, қосымша напиток, газированный барлығын алып тастаймыз. Себебі ол өнімдердің барлығы іштегі паразиттің көбеюіне алып келеді. Ол өнімнің барлығы иммунитеттің түсуіне алып келеді. Екінші қосымша балаға міндетті түрде үйде егер аллергиясы болмаса, черный тмин беріңіздер. Черный тминді кішкене суға араластырып, балаға ыссы суға араластырып, жылы суға араластырып ішкізсеңіздер болады. Ол бізде противопаразитарный әсері бар, плюс мягко желчегонный әсері бар. Тмин таңдағанды да натуральный тминді таңдай біліңіздер. Келесі үй жағдайында көмектесе аламыз. Морковный сок. Кәдімгі сәбізді езіп, соның согын берсеңіздер, ол да бізде противопаразитарный әсер етеді. Тағы да үй жағдайда қосымша ең эффективна кәдімгі чеснок. Чеснокты бас чеснокты алып, оны майдалап, сүтке қайнатып, содан клизма жасаңыздар, балаңыздағы астрица болса, энтеробиоз, ол кететін болады. Бұл енді жеңіл дәрежелі құрт болса, осы мен айтқан тактикалар көмектеседі. Ал одан басқа міндетті түрде баладағы паразитті 4R программа бойынша емдеуіміз керек. Ең бірінші баладағы бауырдың детокс системасын күшейтуіміз керек. Баладағы детоксаға әр фазаға әсер ететін антиоксиданттарды беруіміз керек. Ол глутатион болсын, супероксидизматаза, каталаза, қандай да бір антиоксиданттар қосуымыз керек. И плюс балаға мягко желчегонный, яғни жұмсақ түрде өтті айтатын фламин болсын, артишок болсын, қандай да бір препараттарды міндетті түрде қосуымыз керек. Қосымша асқазан қышқылдығын арттыруымыз керек. Асқазан қышқылдығы артса, ауыздан түскен, тамақпен түскен кез келген паразит өліп қалатын болады. Сіз мүмкін күшті вермокс болсын, пирантель, аптекалық құртқа қарсы дәрілерді беруіңіз мүмкін, бірақ олар жандарым химикат. Олардың қауіптілігі сіз балаңызға берген антибиотиктен де 10 есе қауіпті. Олар детокс системасын баланы отырғызып тастайды. Ерте мысалға сіз ауыр химикат дәрілерді, құртқа қарсы дәрілерді балаңызға бересіз, бірақ ешкім гарантия бермейді қайтадан ағзаға құрт түсетіні. Бала мектепке барады, есіктің тұтқасын ұстайды, бала балық жейді, фрукты жейді, одан қайтадан құрттың личинкалар түседі. Түскен кезде сіз қайтадан химикат дәрі беріп отырмайсыз ғой. Сол кезде сізге табиғи құртқа қарсы біз Алла тағала асқазан қышқылдығын берді. Асқазан соляный кислота күшті болса, тамақпен түскен құртты өлтіріп тастайды. Одан басқа өт қабындағы өт қышқылы. Өт қышқылы тоже бізде құрттарды өлтіріп тастайды. Одан басқа ішегіміз сау болса, тоже иммунитетіміз мықты болады. Осы 3 системамен 4R программа бойынша жұмыс жасауымыз керек. Паразитпен жұмыс жасаған кезде де паразитке дайындық этап жасаймыз. Осы ас қорыту ішек жолдарын реттеп аламыз. Одан кейін
паразитті өлтіру этабы арнайы черный орех, полын, арнайы стоп девятка деген препараттарды, сондай препараттарды қосып, мына паразитті өлтірсек, одан кейін өлген паразиттерді шығаруымыз керек. Себебі кез келген паразитке қарсы дәрілер ол бізде құрттың миын салдандырады уақытша. Бірнеше уақыт салданғаннан кейін ол кішкене уақыт өткеннен қайтадан оянады. Сол оянбай тұрып, тез сорбенттерді беріп, аминосорб болсын, полисорб, энтерозгел қандай да бір сорбентті беріп, сол құрттарды уақытылы шығарып отыруымыз керек. Осылайша біз арнайы 4R программаға салып паразит емдесек, балаңыздағы ағзасындағы паразит түп тамырмен жоюға болады. Паразитті емдемей ұзақ жүре беретін болса, ең бірінші ол бізде механикалық ішектің бітелуіне алып келеді. Себебі аскаридалардың бір қасиеті бар, олар шумақ майда аскарида бірігіп, кәдімгідей клубочек түзеді. Ал ол клубочек ішектің жолдарын бітеп қалуы мүмкін. Балада механический запор пайда болады. Ол жаман, кәдімгідей бала үлкен дәрежеде өздігінен шыға алмайды. Екінші себебі балада психоэмоционалды бұзылыс болады. Всегда іші ауыра беретін болса, всегда жөтелі болса, балада ол психоэмоционалды бұзылыс қалып келеді. Үшінші жағдай, балада анемия болады. Кәдімгідей созылыңқы хроническая анемия болады. Себебі ана баланың ішіндегі құрт паразиттер ол ағзадағы гемоглобин, эритроцитпен қоректенеді. Соны железаны жақсы көреді олар. Железамен тамақтанады, балада өте ауыр дәрежелі анемия болады. Келесі жағдай, бала салмақ қоспайды. Олар гипотрофик болады, паразиті бар балалар. Салмақ қоспаған балада уже бойы да өспейді, бала жасына сай дамымайды. Кейінгі ең негізгі себептің тағы да бір асқынысы ол когнитивті жүйенің бұзылысы. Өйткені паразиттер ол миға өтіп кетуі мүмкін, ЦНСті зақымдап, балада ойлау қабілеттің төмендеуіне дейін алып келуі мүмкін. Жалпы менің консультациямда микс паразита болған бала болды. Яғни микс паразита бір балада лямблияда кездесті, аскаридада кездесті. Балада ұзақ уақыт, даже 1,5-2 айлап қой деймін, ол балада жөтел кетпеді, құрғақ жөтел. Өкпесін бәрін тыңдайды, таза, тек құрғақ жөтел кетпейді. Бала жөтеле берді, болды. Бала салмақ қоспайды деді. Кейін түрлі паразитологтарға емделді, бірақ емделгенде басылады деді, емді қойғаннан қайтадан бала жөтеліп бастады деді, денесін қышып бастады деді. Дене қышығаннан балада уже дерматит пайда болды. Содан мен консультацияға келді бала, оны арнайы 4R программа бойынша, яғни бауырынан бастап, өттін, асқазан, ұйқы без, шегін емдеп, паразитке дайындық этапын жасап, паразиттен кейінгі реабилитация этапын жасау арқылы осы баланың микс паразитін емдедік Аллахтың қалауымен. Сондықтан да мен аналарға айтамын, паразит бар ма? Бірден химикат дәріні бермеңіздер. Химикат дәріні беріп үлгересіздер. Ол химикат дәрі дәл сол кездегі ғана паразитті өлтіреді. Ал ертең балаңызға паразит түспегеніне кім кепіл? Сондықтан да біз Алла тағала берген табиғи противопаразитарный өт, асқазан, бауыр барлығын іске қоссақ, қайта балаңызға паразит түссе де, оны ағза өлтіріп жойып тастайтын болады. Мен доктор Шахабаева, 18 жыл стажы бар интегративті дәрігер, антиэйдж эксперт, дәрігерлер наставнигі. Доктор Шахабаева Инстаграм парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Парақшамда көптеген пайдалы ақпараттар айтамын. Бұл ақпараттар сіздің балаңыздың болашағына қажетті информация. Сау ана, сау бала кепілі, дефицит ана, дефицит бала кепілі.